Бұл видеода баланың іш өтуі туралы айтып өтетін боламын. Сәбидің іші өтіп бастаса, ішіне инфекция түсті деген сөз, сондықтан да бірден істелетін әрекет ол жылы су беру немесе бөлме температурасындағы суды көп мөлшерде беру. Ерінбей периодически беру қажет. Менің жағдайымда энтерожермина берген болатынмын, бірақ та ол көмектескен жоқ, сондықтан да ферталь бердім. Фертальды бірінші қолданатын кезінде маған бір флаконын бірден бересің деп айтқан болатын, бірақ та флаконның крышкасының басын қатты бұрап, ішіндегі живой бактерияларды ішіне түсіру керектігін айтқан жоқ болатын. Сондықтан да фертальды берген кезінде дұрыстап сол басындағы крышкасын қатты бұрап, бактерияларды төменге түсіріп, шайқап, сосын барып бересіз. Менің жағдайымда балаға 3-4 күндерде әсер етіп бастады, одан кейін жайлап тыйылды. Әзірге бала жемеген порциондарды, фруктыларды тыя тұруыңыз қажет. Берілген ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Подписаться етуді ұмытпаңыз. Каналдағы видеоларды міндетті түрде қарап шығыңыз.